Стоп, бұл жер емес, басынан бастайық. Бәріне сәлем, есімім Байжман Сымбат Исақызы, Түркістан облысы Шардара қаласынан боламын. Дәл қазіргі уақытта география және табиғатты пайдалану факультетінің кадастр мамандығының бірінші курс студентімін. Өзімнің жетістіктері мен қызығушылықтарым туралы айта кететін болсам, мектеп уақытында мәнерлеп оқудан, абай өлеңдерін оқудан облыстық мектепшілік олимпиаданың бірінші, екінші орын жүлдегерімін. Дәл қазіргі уақытта Абайдың 100 өлеңін жатқа білемін. Республикалық, халықаралық, мектепшілік пән олимпиадаларының екінші, үшінші орын жүлдегерімін. Бименен осы уақытқа дейін 5 жыл айналыстым. Және де дәл қазіргі уақыттағы менің қызығушылығым ол дебат. Алтын сапа дебат клубының бір мүшесімін, жалынды жас буынымын. Абай атамыз айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалан дегендей, өмірдегі өз орнымды табу үшін өзімді жан-жақты салада сынап жатырмын. Және де осы үздік студентке қатысуымның бір себебі өзімнің жаңа қырымды танытқым келеді. Басында айта кеткендей, кадастр мамандығында білім алудамын. Және де осы мамандығым туралы қысқаша айта кетсем, нарықтық экономикада жер тек қана жылжымайтын мүлік объектісі ретінде ғана емес, өндіріс құралы ретінде, кеңістік базис ретінде пайдаланылады. Осы орайда жерді санаққа алып, жер табиғи байлықтарын ұтымды пайдалану үшін біздің кадастр мамандығы көмекке келеді. Және де қазіргі уақытта кадастр мамандығын заманауи әрі тиімді пайдалану үшін көптеген еңбектер жасалуда. Оның нәтижесінде біз жер кодексіне сәйкес жер иеленушілердің құқығын қорғаймыз, және де табиғатты тиімді пайдалануға жер кадастры өзінің үлесін қосуда. Үздіктердің үздіктері бас қосқан сайыста өзімнің даралығымды көрсете алатыныма сенімдімін. Келесі турда кездескенше.